Қазақстанда әрбір үшінші жасөспірім құрдастарының тарапынан қысымға ұшырап, буллингтің құрбанына айналып жатыр. Баласы бір жылдан бері мектепте әлімжеттік көріп келе жатқан атана араша сұрады. Вопиющий факт буллинга вскрылся в одной из школ Илийского района Алматинской области. В школьном туалете подросток раздавал пощечины и удары своим одноклассникам. Жайма сенікі? Міне, сәт келді. Соқ, түбіне жет.
Сен үнсіз, әрқашан үнсіз боласың. Қазір бұларды ұр, кек ал. Сен менің бір бөлігімсің, бірақ мен сені масқараламын. Ерсұлтан, ол ішкі көлеңке, ол жау емес. Ол бізді қорғағысы келеді, бірақ қатыгез жолмен. Сен онымен күреспей-ақ өзгерте аласың. Мен енді өзімнен қашпаймын.